Естімеген елде көп. Әлемнің әр түкпірінде адам құқықтарына негізделген заңдар бар. Бір естігенде құлаққа жағымсыздау немесе күлкілі болып көрінуі мүмкін. Бірақ бұл заңдардың бәрі адамды, адам өмір сүретін ортаны қорғауға арналған. Сәлем достар, бұл Керемет ТВ. Бүгін біз әлемнің әр түкпіріндегі елдердегі құлаққа жағымсыз естілетін күлкілі заңдармен бөлісетін боламыз. Грекияда күйеу бала енесінің көзіне тік қарамайды. Сербияда дәріске кешікпей келген студент 10 минут ерте қайтуға құқылы. Канадада 16 жасқа толмаған адам әлеуметтік желіге тіркеле алмайды. Хорватияда сүйікті мультфильмнің жағымсыз кейіпкеріне ұқсайтын адамды ұрып соғуға болады. Ирландияда бұғыға ұқсайтын адам айнаға қарамауы керек. Австралияда кезекте тұрып уақыт ұстаған адамды шымшып алуға болады. Қытайда оқушылар сабақ үстінде тамақ іше алады. Мексикада күйеу бала енесінің теміржол рельсіне байдап кетпеуі керек. Эфиопияда екеудің сыбырын тыңдағанның құлағы кесіледі. Ирландияда жүк ауыр келіншек үшін ер кісі такси шақырып беруі керек. Үндістанда жаңбырлы күні өлуге тыйым салынған. Канадада қырынбаған еркек көлік жүргізбеуі керек. Норвегияда ішкен тамағыңыз тәтті болмаса, құнын төлемесеңіз болады. Эфиопияда жүзе алмайтын адамның қолын жабу міндеттелген. Бельгияда қызға гүлді тек түнгі 12-ден кейін ғана беру. Англияда мемлекеттік мәжіліс үстінде қаза болу заңсыз. Суданда көшеде кетіп бара жатқан кез келген адам әжетхана іздесе, оны үйіңізге енгізуіңіз керек. Англияда жүкті әйелдерге көшенің кез келген жерін әжетхана ретінде пайдалануына болады, тіпті полицияның бас киімінде. Швецияда ерлер түнгі 10-нан кейін әлеуметтік әжетханаларға кіруге болмайды. Италияның Милан қаласында жерлеу салтында және ауру кісінің көңілін сұрағаннан басқа уақытта барлық халықтың жүзінен күлкі табының білініп тұруы заңмен бекітілген. ақш-тың Калифорния штатында аң аулауға рұқсат куәлігі жоқтар үйіндегі тышқанға қақпан құруына болмайды. Ал Нью-Йорк штатында сақал бастырып отырғанда ұйықтау заңға қайшы. Миссисипи штатында әлеуметтік құрылыстарды мазаққа айналдырушылар заңмен қудаланады. Александрия қаласында кактус ұрлаушылар 1 жылға бас бостандығынан айырылады және оларға $20,000 айыппұл салынады. Сингапурда қоқысты бетал тастағандарға $100 пен $2,000 аралығында айыппұл салынады. Әжетханадан шыққаннан кейін қолын жумағандар $200 мен жазаланады. Ал жерге бетал түкіргендер $500 төлеуге міндетті. Және де жоғары оқу орнында оқымаған әйелдер екінші баласын босанғанда айыппұл төлеуге міндетті. Және де Сингапурда от шашу атуға немесе оларды сақтауға тыйым салынған. Бұл заңды бұзушылар 2 жылға бас бостандығынан айырылады және $5,000 көлемінде ақша төлейді. Англияда жәндіктерді тірідей қуырған аспаздар қамауға алынады. Өйткені бұл адам төзгісіз жағдай.